Аралдан су шықпақта. Социал тармақларда бұл видеоларды сізде көрген шығарсыз. Арал теңізінің сақланып қалған су акваториясына тұтас жағалық аймақларында артезиан құдықтарынан су шығарылды. Президент қарарыменен Арал теңізінің батыс бөлігін сақлап қалу үшін әмелге асырылатуын комплекслі пляжлар хақындағы бағдарлама ісілеп шығарылып, осы текарында Арал теңізінің батыс бөлігін сақлап қалу үшін жер асты сулары есебінен өз-өзінен ағатуын құдықтар қазу бойынша ұсыныстар һәм әмелге асыру механизмі ісілеп шығарылды. Бүгінгі күнде Арал теңізінде сақланып қалған су акваториясына тұтас жағалық аймақларында артезиан құдықтарын қазу жұмыстары дауам еттерілмекте. Бұл аймақта 500-700 метр тереңліктегі 4 өзі ағатуын құдық бұрғыланды һәм теңіздің сақланып қалған бөлегіне су түсіруге ерсілді. Соны да айрықша атап өту керек, құдықтан ағып шығатұғын су шорлықтың топырақтағы бөлегінің бір қатламасы аралығында көтерілмеуі һәм сол жердегі топырақ тұзының жуылуына алып келеді.